Kişiye psikolojik ahval olumuzdan alıp belirliye kişiye uygulamaları. Cevap verir de aldarında bağlı para nesi duruyor? Smart sağladıdır. Sol boyunca bağlı para boyunca özürlü bağlı oturasınlar. Kes böyle. Ona olsa kimşiler iken erkek geliyor. Abi toprak değil. Nasıl boy? Boyunca değil mi? Evet. Toprak değil. Ana diyor nasıl olsun? Sürekli bak cevap versin. Aha. Ağlayacağız. Toprak değilimiz Özüktün bir kabatı. Dursa olur. Kelesi. Günün gözüne muhtaçlığımız gerekiyor. Kelesi zaten kim cevap verir? Testisini kim cevap verir? O kelime alayım. Şu balsın topraklarına tizrenin faydası karışırlık ve saz topraklarda kozgalgan sayın kopsıtı olur. Жақсы, тамаша. Келесі. Өздеріне бір балл өтті. Келесі жауап береді. Бас, келе ойлаймын. Тоқпанды білмеймін. Бәрі оңай сұрақ. Karışırlık dediğimiz toprakta kunarlı bolluğuna sebep oladı. Karışırık toprakta bolsa bol kunarlı toprak oladı. Onun kuramında ne болады? Onun kuramında su Қалай пайда болады қарашырық? karışırık өсімдіктердің жәндіктердің жануарлардың шірімдерінен пайда болады. Жақсы. Келесі. Сезім. Қаншылдамыздан шығамыз? Топырақтың адам өміріне қандай маңызы бар? Топырақ біз не істейміз? Адам өміріне қандай маңызы бар? Топырақта не істейміз? Toprakta Жазда не істейміз? жазда егін егеміз. Егін егеміз сосын. Содан кейін. Тағы да үй соғамыз ба? Үй құрылыстардан пайдаланамыз ба? Құрылыстардан пайдаланамыз, иә? Жақсы, отыра ғой. Келесі, рахман, кім шығады? Өзіне жылжытып отыра ғой. Topraktın kuramlı bolluğu Иә. Топырақтың құрамы болуы неге байланысты? Оның құрамында не болады? onun kuramında Иә, айтып тұрсаңыз ішіне. hava, Иә, ауа болады. saz, Иә, сосын. kum, Сосын. su, Қоректі. korekti cennetli
tanıştıralım. Topraktan ve kasiyeti var. Buna kelisi toplamana para bölümler. Жақсылап, балалар біздің сабақтың оқу мақсаты не екен, не үйренеді екенбіз бұны оқу мақсаты. Сабақтың оқу мақсаты топырақтың құнарлылығының құрамына қарай зерттеу, құм, саз, өсімдіктер мен жануарлардың қалдықтары, су, ауа жүргізілген эксперимент нәтижесін құрылған жоспарға сәйкес көрсету мен қорытынды жасау. Яғни оқу мақсатымыз бүгін құм, топырақтың қасиеті туралы білеміз, содан кейін тәжірибе жасай отырып, сонда қандай топырақтың құрамында не барын анықтай білгеніміз, иә? Жақсы, келесі. Сабақтың оқу мақсаты топырақтың құнарлылығының құрамына қарай. Енді балалар мына тақтаға қарай ойында ширату тапсырмасы бірінші не орта. Артық сөзді табайық. Қарашірік, су, құм, қан, саз, ауа. Рамазан қандай сөз айтты? Талшын қандай сөз айтты? Қан. Неге? Дұрыс, қан тартық, дұрыс. Неге? Қалғандар ше? Иә? Дұрыс айтты. Қалған заттар топырақтан енді балалар, мұқият тыңдаңдар. Қазір мен бейне жазба қоямын. Сол бейне жазбаны жасап тыңдаймыз. Содан кейін қолыз ролик әдісі арқылы сол бейне жазбадан не түсіндіңдер? Соның үшіге бір ауыз сөзін жазып, мысалы, топырақтың қазір қасиеті туралы айтады. Соны миымызға тоқимыз, иә? Сөйтеміз де мынаны сол жерге түсінгенімізді жазамыз бір ауыз сөзбен. Яғни топырақтың қасиеті қандай екен? Жазамыз. Түсінікті ғой, иә? Бірінші бейне жазбаны тыңдаймыз. Кез келген топырақ бір-бірімен араласқан қатты, сұйық және газ тәрізді бөлшектерден тұрады. Топырақтың қасиеті осы бөлшектердің арақатынасына құрғақ ылғалды, бор-бұтақ тығыз байланысты. Топырақта ауа неғұрлым көп болса, ол соғұрлым бор-бұтақ болады. Топырақтың өсімдіктерді сумен және қоректік заттармен қамтамасыз ету қасиетін құнарлылық дейді. Ол топырақ құрамындағы қарашіріктің мөлшеріне байланысты болады. Қарашірік неғұрлым көп болса, топырақтың түсі соғұрлым қара болады. Ондай топырақ су мен онда еріген қоректік заттарды сақтай алады. Топырақтағы су мен қоректік заттар топырақ ішіндегі өте ұсақ саңылаулар арқылы көтеріледі де өсімдікті қоректендіреді. Түсіндік па? Түсінікті ғой, иә? Ондай болса. Киндер-пингви, нежный, хрустящий, молочный, откройте. Онда сен бір қарап, бар екен? Жылдамырақ жазамыз, бәрін. Топырақтың қасиеті қандай екен? Жаңа сол бейне жазу бойынша түсінгендерімді көресіңдер, иә? Аяқтан бүкіл сөйлемдер болады, кесте жазамыз. Балалар, 3 минут уақыт беремін. 3 минутта жазып көреміз керек. Қазір елу кетті. 3 минутта жазамыз. Бір сөзден жазамыз. Бір сөзден, көбіміз бір сөзден жазамыз. Бір сөзден, мынандай бір сөзден деп жазамыз. Саңылаулар. ұсақ, бор-бұтақ, ауа, қарашірік. Дұрыс. Келесі. Кім жазынды? Сен сезім бұлбе ғой. Бор-бұтақ, газ тәрізді, Газ тәрізді. құнарлы, Ауа бар екен. Әлем сен оқи ғой. Сен барлығын жазып тұрсың, иә? Ауа берейін. ауа, топырақ, бор-бұтақ, тығыз, газ тәріздес, қарашірік. Жақсы. Кім? Жандәулет, сен не жаздың? Оқи ғой. Жәндік, қағаз, жеміс-жидек, ауа, су,
Topraktan kuramında cennetler болады, aslında ya. Topraktan ya, şimdi bulama. Topraktan aslında ya, ağaç deyip neге yazdım? Ağaç, toprak. Ağaç kayda ösеді? Ağaç topraktan. Toprakta ösеді, dұрыс. Келесі Jamil. Karışıklık, bortuldak, kınarlık, gazlık, hava. Hava, dұрыс. Karışıklık, hava, kınarlık, байланысты, саңылаулар. Саңылаулар болады екен. Кім? Али? Bortuldak, hava, saz, karışıklık, su, жәндіктер, sazды, hava. Дұрыс, отыр. Енді жақсы, қаламсатты қоямыз. Енді балалар менің қолымда қазір бірнеше ыдыста топырақтың түрлері тұр, иә, балалар міне қарай қойыңдар. Мынау топырақтың түсі қандай? Қоңыр. А мына топырақтың түсі қара. Келесі. А мына топырақтың түсі қандай? Сары. Яғни, сонда топырақтың құрамында қандай, топырақтың құрамына қарай қаншаға бөлінеді екен? Қандай болады екен топырақ? Беріс жақты топырақ қандай болады құрамы? Саз, сосын қарашы, құнарлы болады, сосын құм болады екен, иә? Сосын топырақтың құрамында не болады екен? Ауа, су болады екен, газ болады екен, иә? Дұрыс, жақсы. Келесі, енді ары қарай тапсырмамыз. Өздеріңе бұл екі балық қойып отырыңдар, екі балық жазыңдар. Себебі бейне жазбаны көрдіңдер, мәліметті жазыңдар, иә? Енді балалар, топқа бөлінеміз, ештеңе алмаймыз, тек қана бағалауларыңды ғана алып қолдарыңыз ұстап тұрды бағалауларыңды. Иә, қазір топтық жұмыс жасаймыз. Тыңдаймыз, бағалауымызды аламыз, бұл басқа ештеңе алмаймыз, топқа бөлінеміз, иә? Ана жерде бастасында өзінің сол топтарын шығады. Түсінікті ғой? Бірінші алдия. Адамның бір көзін ба бір жерде түртсең өзі шығады тобын. Тағы да. Бірінші бір өзі отыра бересің. Келесі. Көздерін баса бер. Көзін, шекесін. Екінші топ. Арқымасы екінші топқа бара ғой. Келе беріңдер, кесін. Кезек басын. Ой, жай басын. Асықпай жай басындар. Қайсын басасың? Ана ішін, домалақтың ішін баса беріңдер. Бірінші топ, келе ғой, әлі. Жай басын. Саз беремін, иә? Сөйтіп қара топырақпен сазға, сосын не қоясыңдар? Су қоясыңдар. Сонда сол су құйған кезде қайсысына бірінші кессіңді, қайсысына сіңген жоқ. Соны бақылаймыз. Түсінікті ғой, иә? Сосын неге тез кетті соны. Ал енді екінші топқа топырақпен тас беремін, иә? Тас су беремін. Қазір аяқтар босасыңыз. Шамал ғана құйсе, болды. Қандай не бақылап тұрыңдар, сіңді ма, сіңбеді ма су? Жоқ, жақсылап қараңдар. Ең соның несін бақыла, ең күйіңдер келесі. Сендердің ой, толтыр жүреді. Сендердің қолдарында құм тұр. Құмға уже тез неп кетті, ал енді қорытынды шығарыңдар. Абай. Маған құймана қандай болды, маған құймана. Тоқта енді. Ол жер шығарды. Жоқ, дұрыс тақтады. Енді мына құм сендердің. Құмға тез сіңіп кетті ма, жоғары сіңбей тұр ма, соны айтасыңдар. Тез сіңіп кетті. Ал енді тыңдаймыз. Бірінші топтың тыңдаймыз. Ал сенің қолыңда қандай топырақ тұр? Менің қолымда қынарлы
топырақтыр. Өйткені біз бұған суды құйып едік, тез арада су сіңіп кетті. Су сіңіп кетті. Яғни Бұл бұның құнарлы топырақ. иә, Түсі бұл қара. түсі қара. Жақсы. Ал келесінде келеді. Менің қолымдағы құнарсыз топырақ. Біз бұған су құйып едік, сіңбей қалды. Сіңбеді, иә? Неге сіңбеді? Өйткені бұл құнарсыз топырақ. Саздық. Иә. Сосын тығыз ба, жоқ әлде борпылдақ па? Тығыз. Тығыздықтан бұл тығыз болғаннан кейін су сіңбеді ма? Дұрыс. Келесі, сендерде Бізде құмға су құйып едік, ол сіңбей алды. неге сіңіп кетті ғой? Сіңді ғой. Тез арада сіңіп кетті, иә? Аха. Құйғанда сіңіп кетті. Ал Аха. бұл құнарлы топырақ. Жоқ, құмға тез сіңбеді. Өйткені оның арасында не бар? Ауа көп, иә? Келесі, сенің қолыңда не бар? Менің қолымда тастар. Иә. Оған су сіңіп сіңген жоқ. Неге? Дұрыс айтасың. Сіңген жоқ. Неге? Иә? Өйткені бұлар қатты. Қатты, тығыз болғасын, неғылды? Су сіңген сіңген жоқ. жоқ. Жақсы. Келісесіңдер ме пікіріне? Иә. Жақсы. Онда өздеріңе бір балл жинап, не отырыңдар, беріп отырыңдар. 2 балл. 2 балл беріп отырыңдар, өздеріңе жақсы. Енді бала тақтаға қарай қойыңдар. Мына есіңізге сақтап алайық алдия. Яғни құнарлық деген топырақтың өсімдіктерді су және қоректік заттармен қамтамасыз ету қасиеті екен. Топырақтың құрамында қарашығыр көп болса, ол не болады? Құнарлы болады. Енді сен білесің бе дейді. Арамшөп өзі өскен топырақтың қасиеті туралы көп ақпарат бере алады. Себебі арамшөп өзіне қолайлы топырақта ғана өседі екен. Арамшөп қайда өседі екен? Өзіне қолайлы топырақта ғана өседі екен. Енді қазір менің қолымда мынандай топырақ тұр, иә? Енді осыны қазір алақанымызда қысып көрейік, иә? Қандай мен қазір бәрін алмай өзім қысып көрейін, иә? Мысалы, менің қолымда қандай топырақ тұр? Құнарлы. Енді қысып көреміз. Бұрқылдар. Не болды? Не болды? Қараңдаршы, мен қысып көрдім. Не болды? Жеңіл қысылды. Жеңіл, сосын борпылдақ, сосын жұмсақ, тығыз емес. Дұрыс айтасыңдар, иә? Дұрыс айтасыңдар. Енді келесі тапсырма балалар. Жұптық тапсырма. Қазір сендерге ақиқат жалған әдісі бойынша жұптық тапсырма беремін. Ақылдасып істейміз. Сезінетін ақылдасып пікірлерін білдіріп. Иә. Абай, біз болдық. Атымыз жазайық па? Жұптық болғаннан кейін қазір сіздер жұптарына біреу сөйлесін, иә? Бәріміз оқып шығамыз. Содан кейін дұрыс жауапты неге тексереміз, иә? Кімге дұрыс болса, өздеріңізге тиісті балымызды қойып отырамыз. Келістік қой, иә? Бірінші сендерден екеуіне кім шығады? Тыңдай, сен қателігіне қарап отырдың жауаптарына сендерде. Топырақ бір-бірімен араласқан қатты сұйық және газ тәрізді бөлшектерден тұрады. Ақиқат. Келесі. Топырақ бойына суды сіңірмейді. Келесі. Топырақтың өсімдіктер сумен және қоректік заттармен қамтамасыз ету қасиетін құнарлылық деп атайды. Ақиқат. Келесі. Арамшөп қолайсыз топырақта өседі. Жалған. Келесі. Топырақтың құрамында құм, саз, қарашірік, су, ауа кіреді. Ақиқат. Топырақтың құрамы өзгермейді. Жалған. Келесі. Сендердің қателер қазір көрейік. Енді артынан бірақ қателер. Сендер апай және оқиғыз. Топырақ бір-бірімен араласқан қатты Тыңдаймыз. және газ тәрізді бөлшектерден тұрады. Ақиқат. Топырақ бойына суды сіңірмейді. Жалған. Топырақтың өсімдіктерді сумен және қоректік заттармен қамтамасыз ету қасиетін құнарлы дейді. Ақиқат. Арамшөп
топырақта өседі. Жалған. Топырақтың құрамына құм, саз, қарашірік, су, ауа кіреді. Ақиқат. Топырақтың құрамына өзгермейді. Жалған. Алинұр. Топырақ бір-бірімен араласқан қатты сұйық және газды бөлшектерден тұрады. Ақиқат. Топырақ бойына сіңірмейді. Жалған. Топырақ өсімдіктерді сумен және қоректік заттармен қамтамасыз ету қасиетін құнарлылық дейді. Ақиқат. Арамшөп толассыз топырақта өседі. Жалған. Топырақтың құрамына құм, саз, қарашірік, су, ауа кіреді. Ақиқат. Топырақтың құрамы өзгермейді. Жалған. Бәріне осылай ма? Кімдікі дұрыс емес? Абай, Ол да дұрыс болса 2 балл тұтамыз, дұрыс болмаса 1 балл тұтамыз. Түсінікті ғой, иә? 2 балл. 2 балл ма? Дұрыс 2 балл. 8 балл. 8 балл. Тапты енді келесі тапсырма. Орныңыздан тұрып, сүйікті сәлем жасайық. Қайталаймыз, иә? Сыныпты қайталаймыз. Ал кеттік. Не істейміз? Ораймыз. Қапамыз. Жалғастырайық. Қартамыз. Қартамыз. Қиындатамыз енді. Құраймыз. Жарайсыңдар. Соңғы кезең. Құрамыз. Балалар, келесі тапсырма, балалар бізде жеке жұмыс, деңгейлік тапсырмаға беремін. 3 деңгей бойынша, мына жерде қазір 1-ші, 2-ші деңгей тұр, одан кейін келесінде 3-ші деңгей. Түсінікті ғой тапсырма. Бірінші тақтаға қарайық. Тапсырмаға қарады. Түсінікті деп ойлаймын. Түсінікті ғой. Келесі тапсырма мына жерде 3-ші деңгейде тізбек құрасыңдар. Яғни топырақтан не істеген кезде нан пайда болады. Келесі топырақтан қандай жағдайда шұжық пайда болады. Түсінікті ғой, иә? Топырақ пен шұжықтың арасында қандай байланыс бар? Түсініп отырсыңдар ма? Алинұр, түсініп отырсың ба? Топырақ пен шұжықтың арасында қандай байланыс болады? Түсінікті ғой. Онда 3 деңгей бойынша тапсырма орындаймыз. Біріншісінде сәйкестендіреміз. Бірінші тапсырмада, екінші тапсырмада мынандай белгі қоясыңдар. Түсінікті ғой. Бірінші. Мен айттым ғой, деңгейлік тапсырма болғаннан кейін әркім өзінің қай жерге дейін орындайды, сол жерден тоқтай қойыңдар, иә? Түсінікті ғой. Жақсы. Келесі Алдияр бастаймыз, бірінші отырған. Алдиярдың жауабын тыңдайық. Бірінші деңгейдің тапсырмасы. Қара топырақ, құнарлы жоғары топырақ. Саз, ылғалды жақсы сіңіреді, оны ұзақ сақтай алмайды. Құм, күн ысыса тастай қатады, жауын жауса батпаққа айналады. Келесі екінші деңгейдің тапсырмасы. Топырақты құнарлығын арттыру, жел соқса топырақтың құнарлығын арттырады, суару, қопсыту, қарашірік, зиянды жәндіктер болмайды, ластану болмайды. Құнарлығын арттыру үшін сонда не қажет екен? Жел, суару, қарашірік қосу. Дұрыс емесін қазір айтамыз. Келесі Нұрым. Үшінші тапсырма.
Адам азық-түлік өндіру үшін топырақты пайдаланады. Топырақ егін егеміз, сонда біз топыраққа егін егеміз, сонда нан шығады. Егінді қандай егін егесің сен? Нені егесің? Бидай. Жақсы, келесі. Шұжық сақтарында келесі. Бірінші деңгей таза топырақ, құнарлы, жоғарғы топырақ, саз, ылғалды жақсы сіңіреді, оны ұзақ сақтай алмайды. Құм, күн ыстықта тастай қатады, жауын жауса батпаққа айналады. Келесі. Екінші деңгей топырақтың құнарлығын суарса, топырақ Суарады дейді, дұрыс. Топырақ Әшен бір айтып кету. Суару, қосыту, сосын қарашырық қосу. Жақсы, отырақ. Үшінші деңгей. Үшінші деңгей топырақ бидай егеміз. Бидай егеміз. Еккен кезімізде бізде нан шығады. Келесі. Сосын, шұжықта ше, шұжықта не таптың? Шұжықта Қазір, әлі тыңдаймыз. қара топырақ, құнарлы, жоғары топырақ, саз, ылғалды жақсы сіңіреді, оны ұзақ сақтай алмайды. Құм, күн ыстықта тастай қатады. Жауын жауса батпаққа айналады. Топырақтың құнарлығында не бар? Топырақтың құнарлығында екінші деңгейде. Жел суару, қопсыту, қарашырық қосу. Ары қарай үшінші деңгейде. Үшінші деңгей топырақ бидайды егіп Нан пайда болады, нан пайда болады. Шұжық ше. Ал енді балалар, келесі мен өзім тағы тексеріп аламын. Онда тақтаға қарай қойыңдар, Мен дұрыс жауапты айтайық, Қара топырақ, саз, құм. Мен жасырға көрсеткен оны, Енді қара топырақ не істейді? Құнарлы жоғары. Қара топырақ, құнарлығы жоғары топырақ. Дұрыс. Саз ше. Енді қара жоқ. Саз, күн ысса тастай қатады, жауын жауса батпақ. Біз жауын жауған кезде аяғымыз неге батпақ болады? Яғни бұл суды өзіне не істейді? Толық сіңірмейді. Судың бетіне, сондықтан бұл батпаққа айнала ма? Онда дұрыс емес жауапты көріңдер. Өзің кейбіреулер дұрыс жауап бермегенсіңдер. Ал енді құм, жаңа сен тәжірибе жасадыңдар. Құм, ол не істейді? Ылғалды жақсы сіңіреді, бірақ тез кеуіп кетеді құм. Жаңа тез өтіп кетті ғой су, Енді келесі екінші деңгейде топырақтың құнарлығын не жасақтады? Тыңдаймыз сен? Суарамыз, қопсытамыз, қарашырық не істейміз? Қосамыз. Кімге дұрыс жауап? Енді үшінші деңгейде топырақпен нан деді. Дұрыс еді, оны барлықтарын көрсетеді. Топыраққа дәнді егеміз, одан не шығады? Бидайдан нан. Енді шұжық. Топыраққа өсімдіктер өседі. Өсімдікпен неге аттар жейді, жануарлар жейді. Жануарлардан біз еттен не жасайды? Соямыз, шұжық сосын, ет Дүркенде дұрыс жауап болса, бір бал берілмейміз. Үш деңгейдің тапсырмасы дұрыс болса, берілмейміз. Дұрыс болмаса, бір балдан қойып отырасыздар. Түсінікті ғой, Жақсы, онда келесі тапсырмаға көшейік. Келесі енді балалар неге байланысты? Топырақтың қарашырық құнарлы болуына байланысты. Бүгінгі сабақтың түйіні топырақтың құнарлы болуына байланысты. Топырақтың қасиеті. Ондай болса, өзімізді өзіміз бағалайық. Яғни, кім қаншалықты бағалау деген? Ал сен қанша алдың? Осымен сабағымыздың соңына келдік. Сабаққа кері байланыс бере кетіңдер оқушылар. Қазір береміз, Осымен сабағымыздың соңына келдік. Сабаққа кері байланыс? 9 дейік, жақсы. Сенде? 8. Сенде 9. Сенде 7. 10. Жақсы. Рахма, сенде қанша бар? 10. Сенде? 9. Тамаша. Онда сабағымыз барлығы түсінікті ғой, Түсінікті ма? Жақсы. Онда сабағымыз аяқ.